Ассалаумағалейкум достар, бүгін жақсы адамдар мәнінің екінші бөлімі. Мән беріп тыңдаңыздар. Міне екінші бөлімде осы үйрететін болам. Бірінші, міне домбыраның мына пернесінен 5-ші пернені санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Үстінен 5-ші перне, астынан 3-ші перне ұстаймыз. 5 қағыс қағамыз. Төменнен бастап. 5 қағыс. Одан кейін тағы бір қағыс. Сосын 5 пен 5 жоғарыға. 5 пен 3 төмен. Сосын астынан 2-ші перне жоғары төмен. Сонда қосылған кезде былай болды. Әрі қарай 2-ші перне төмен, 3 пен 3 жоғары, 5 пен 5 төмен, 5 пен 7 жоғары, 5 пен 8 төмен. Сонда былай болды. Сосын 5 пен 7 төмен, 5 пен 5 жоғары, 5 пен 3 төмен, сосын 2-ші перне жоғары төмен. Сонда қосылған кезде былай болды. Екеуін қосқан кезде былай бастапқысымен. Ал негізі былай өз мәнісінде орындаған кезде міне осылай шығады. Ал осыдан кейін қайырмасы болады. Қайырмасын келесі бөлімде үйрететін болам. Ал сау болыңыздар, үйреніп алыңыздар, сәттілік.